Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ақпанның 18-і. Сабақтың тақырыбы қызық ертегі. Интересная сказка. Қызық ертегі. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. 50-ші бетті ашамыз. Открыли 50-ю страницу. Сараң жадный. Тапқыр находчивый. Бай богач, богатый человек. Тақия тюбетейка. Қайталаймыз. Сараң жадный. Тапқыр находчивый. Бай богач, богатый человек. Тақия тюбетейка. 50-ші бетте сөздер мен сөйлем берілген. Алдар көсе. Персонаж сказки. Сараң жадный. Тапқыр находчивый. Мен тіктім. Я шила или я шил. Сен тіктің. Ты шила или ты шил. Сіз тіктіңіз. Вы шили. Ол тікті. Он шил или она шила. Тыңда қайтала оқы. 50-ші бет. 55-ші беттегі бұл тапсырманы табамыз. Бай не деді? Алдар көсе, маған он тақия тігіп бер. Что сказал бай? Алдар көсе, шей мне 10 тюбетеек. Алдар көсе қандай жауап берді? Как он ответил, Алдар көсе? Жақсы, он тақия тігемін. Хорошо, сошью 10 тюбетеек. Обратите внимание, что маленький кусочек материала дает, да, бай. Сараң бай алдар көсеге. Он тақия тік деді. Жадный бай сказал алдар көсе. Шей 10 тюбетеек. Алдар көсе он тақия тікті. Алдар көсе шил 10 тюбетеек. Бай тақияларды киді. Бай надел тюбетейки. Тақия байдың басына кішкентай болды. Тюбетейка на голове бая была маленькая. Бай ренжіді. Бай огорчился. Бай сараң. Бай жадный. Алдар көсе тапқыр. Алдар көсе находчивый. Айтылым. Бірінші тапсырма 51-ші бет. Сұрақтарға жауап бер. Сараң бай не деді? Сараң бай тақия тік деді. Алдар көсе не істеді? Алдар көсе тақияларды тікті. Тақиялар қандай? Тақиялар кішкентай. Бай не істеді? Бай ренжіді. Ол қандай? Бай сараң. Алдар көсе тапқыр. Оқу тапсырмасы 2-ші тапсырма 51-ші бет. Жазылым письменно. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Дополни предложение. Алдар көсе он тақия тікті. Алдар көсе сошил 10 тюбетеек. Бай тақияларды киді. Бай надел тюбетейки. Тақиялар байға кішкентай болды. Тюбетейки для бая были маленькими. Келесі тапсырма. Кім сараң, кім сараң емес деген сұрақтарға жауап береміз. Бұл 52-ші бетте.
екінші бетті ашамыз. Кім сараң? Бай сараң. Кім сараң емес? Алдар көсе сараң емес. Алдар көсе не жадный. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымыз қызық ертегі деген тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңдар.